Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 127 сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар сабақта бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бізде тақырып логикалық есептер және бас қатырғыштар. Бірінші тапсырмада бізде сиқырлы шаршыларды толтыр дейді. Ең бірінші бізде 7 қосылған 6 қосылған 11 дейді. Яғни бізде көлденеңнен есептеп тұр. Сонда мәніміз 24-ке тең. Енді келесіде бізде 7 қосылған 12 қосылған 15 бұл бізде тігінен есептегенде, яғни тігінен есептегенде де мәніміз 24-ке тең. Енді біз 5 қосылған 8 қосылған 11 дейді, бұны диаметрінен есептейміз. Яғни бұл жерде де мәніміз 24-ке тең болады. Келесі бізге осы мысалды есептеп көрсетілген және бос орындарды толтыр делінген. Бірінші біз 12-мізді 22 және 8-ге қосамыз. Яғни біз көлденеңнен есептеп тұрмыз. Сонда мәніміз 42-ке тең. Келесі 6 қосылған 22 қосылған 14 дейді. Бұл жерде бізде тігінен есептеп тұр. Сонда да мәніміз 42-ке тең. Енді 8 қосылған 14 қосылған 20 дейді. Яғни бұл жерде диаметрінен есептегенде мәніміз 42-ке тең. Келесі кестені толтырайық. Бұл жерде 16, яғни бос орындарымызды бірден толтырып шығамыз. Сонда 16 қосылған 2 қосылған 12. Яғни тігінен есептегенде. Келесі 8 қосылған 6 қосылған 16 бұл бізде көлденеңнен есептегенде мәніміз 30-ға тең болып тұр. Енді 8 қосылған 10 қосылған 12 дейді. Бұл жерде бізде диаметрінен есептегенде, демек мәніміз бұл жерде де 30-ға тең болады. Екінші тапсырма тіктөртпішті әр бөлігінде бөлінген бір нүктесі бар өзара 6 бөлікке бөледі. Бұл жерде біз 1 2 3 4 5 және 6 бөлікке бөліп қойдым. Арнайы ертерек тіктөртпіштің өзара тең 6 бөлікке бөлінді. Әр бөлікте негізі 5 торкөзден бар екенін белгілі болды. Үшінші тапсырма суретке қара дейді. Жасыл, сары, көк және қызыл дөңгелектерді ұпай санын анықта дейді. Бұл жерде бізде жасыл шеңберімізде, яғни 400 саны. 400, яғни 100-ге қосақ, мәніміз 500 болып тұр. Енді сары шеңберімізде бізде 200 саны тұр. 200-ді 200-ге қосақ, 400-ді 3-ге қосақ, мәніміз 700-ге тең болады екен. Келесі бізде көк шеңберімізде бізде 300 саны тұр. 300-ді 300-ге қосақ, мәніміз 600-ге тең болады екен. Және мына жерде де қарасақ, 400-ді 200-ге қосақ, 600, 600-ді 400-ге қосақ, мәніміз 1000-ға тең болады екен. Бесінші тапсырма бос торкөздерді толтыр дейді. Бұл жерде көлденеңнен қосқанда 5-ті 5-ке қосақ, 3 рет қосақ, мәніміз 15-ке тең болып тұр. 6-ны 5-ке және одан 5-ке қосақ, мәніміз 16-ға тең. 6-ны 4-ке қосақ, 10-ды 6-ға қосақ, 16-ға тең. Енді біз тігінен есептейік. Яғни 5-ті 6-ға және тағы да 6-ға қосақ, мәніміз 17-ге тең болып тұр. Келесі 5-ті 5-ке қосақ, 10-ды 4-ке қосақ, мәніміз 14-ке тең болып тұр. Келесі 5-ті 5-ке қосақ, 10-ды 6-ға қосақ, мәніміз 16-ға тең. Енді келесі бос орындарды толтыратын болсақ, бізде мәніміз 26-ға тең болу керек. Демек 34-тен біз 8 алсақ, мәніміз 26-ға тең болады екен. Келесі 20-мызды 5-ке қоссақ, егерде мәніміз сонда 25-ке тең болады екен. Келесі 14-тен 13-мізді алсақ, сонда мәніміз 1-ге тең болады. Мына жерде де дәл солай. Бұл біз көлденеңнен есептеген кезде. Енді тігінен есептейтін болсақ, 34-тен 20-ны алсақ, мәніміз 14-ке тең болады. Мына жерде 8-ді 5-ке қосақ, мәніміз 13-ке тең болады. 26-тан 25-ті алсақ, мәніміз 1-ге тең болады. Осылай бізде бір-біріне келісіп тұрады екен.
Бесінші тапсырма есепті шығар дейді. Сыйымдылығы 3 литрлік банкаға шырын құйылған және сыйымдылық 1 литр және 2 литр болатын 2 бос банка бар. Барлық 3 банкада 1 литрден болу үшін шырынды қалай құйып алуға болады дейді. 3 литрден 2 литр алдырсақ 1 литр, яғни 1 метрден қалады. 2 литрден 1 литр алсақ 1 литр сонда қалады екен. 6-шы тапсырма бізде қорапта 24 кг шеге бар дейді. Кіртастарды пайдаланбай табақшалары таразының көмегімен 9 кг шегені қалай өлшеп алуға болады дейді. Шешуі таразға 3 таразға бөліп қойайық. Бірінші тарамыздың бізде 12-12-ден, енді 12-ден тағы бөліктерге алайық. Сонда бізде 6-6-дан құяды. Құйған кезде енді бұдан тағы құйып шығамыз. Сонда 3-3-ден енді мына жерден бір бөлігінен алайық. Мына жерінен бір бөлік, яғни 6 килограммын алайық, 3 килограмм бір тараздан. Сонда бізде 9 килограмм мәніміз деген болады екен. Сонда жауабы 9 килограмм өлшеп алуға болады екен. 7-ші тапсырма есепті шығарды. Кіртассыз табақшаларды таразы мен сыртқы пішіндеріне бірдей 9 монета бар. Монеталардың біреуі жалған және басқаларының жеңіл не ауыр екені белгісіз. Шын монеталардың массалары бірдей жалған монетаны анықтау үшін неше рет өлшеу қажет дейді. Бірінші монетада бізде 4-еу бар дедік. Оның біреуін мына бетіне қойдық. Екіншіде бізде 4 монетадан белгілеп қойдық. Үшіншінде 2 монетадан. Енді бұл жерде жалған монетаны анықтау үшін бір немесе сонда бұл жерде 4 рет, 2 рет және соңында 2 рет. Жалған монетаны бір немесе бұны 7 рет өлшеуіміз қажет болады екен. Рубик текшесі ойын құралы ретінде пайдаланылатын логикалық басқартырғыш. Ойынның мақсаты текшенің әрбір жағын бірдей түсті қалыпқа келтіру. Рубик текшесін венгрлік суретші Эрно Рубик ойлап тапқан екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз тамам. Менің каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау басып қойды. Ұмытпаңыздар, келесі сабақта кездескенше.